Өзгені қуанту сауапты іс. Алла тағалаға сансыз мадақ, ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафаға, оның отбасы мен барлық сахабаларына салауаттар мен сәлемдер болсын. Құран ақиқат пен жалғанды ажыратып, адам баласына екі дүниеде де бақытты болудың жолын көрсететін иләһи кітап. Құранның жүйелігінде насихат жасап, ізгілікке шақырғанда екі әдіс қолданылған. Бірі адамдарды тозақ азабымен ескерту, үрейлендіру болса, ал екіншісі ізгі іс жасаған момындарды жәннатпен сүйіншілеп, қуандыру. Жақсылық жасаған адамды сүйіншілеп, оны қуандыру сауапты іс болып саналады. Алла тағала Бақара сүресінің 25 аятында иман келтіріп, ізгі іс дегендерді қуандар. Расында олар үшін астарынан өзендер ағатын жәннаттар бар деген. Аятқа назар салсақ, жақсылық жасаған адамды қуантып, оған қандай сыйлықтар әзірленгенін сүйіншілеп тұрғанын көреміз. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, хадисінде, кім исламда қандай да бір жақсы жол, әдет бастаса, өзінің сауабына және одан кейін осы істейтіндердің сауабына ие болады. Және бұл олардың сауабын еш кемітпейді деген. Жоғарыда келтірілген аят пен хадистің негізінде өзгенің көңілін көтеру, қуанту жатыр. Ислам діні құлшылықта, адамдармен қарым-қатынаста жеңілдікті ұстанады. Себебі әрдайым үрейлендіру, қиыншылық тудыру, дінді ауырлату адамның еңсесін түсіріп, жігерсіз қылады. Анас ибн Мәлик, Алла оған разы болсын, жеткізген хадисте Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, жеңілдетіңдер, қиындатпаңдар, қуантыңдар, қорқытпаңдар деп айтқан. Расында адамның ең жақсысы басқаларға пайдалы болғаны, ал істердің ішіндегі Аллаға ең сүйіктісі адамдардың жүрегіне қуаныш сыйлау, оған мейірімге, жан жандыратар жақсылыққа мұқтаж. Осы бір тұста сіздерге бір қиссаны ұсынуды жөн көріп отырмыз. Бірде пайғамбарымызға, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бір кемпір келіп, «Уа Расулалла, Алладан мені жәннатқа кіргізуін сұраңызшы», дейді. Сонда пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, «Уа пәленшенің анасы, расында жәннатқа кемпір кірмейді», дейді. Сол кезде әлгі кемпір қатты жылап жөнеледі. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, қасындағыларға, «Оны тоқтатыңдар, ол жәннатқа кемпір болып кірмейді. Расында Алла тағала, шындығында біз оларды қайта жараттық, оларды қыз кезіндегі пәк қалпына қайта келтіреміз. Бір жастағы құрдас болады» деп Уақиға сүресінің 35-37 аяттарын оқып берген екен. Асыл дінімізде қалжыңдап адамды қуантса болады, алайда айтылған қалжың өзгенің ар-намысына тимеу қажет, және өтірік қосылмау керек. Адам баласы қоршаған ортасында оқшаланып, жалғыз өмір сүре алмайды. Әлбетте айналасына ағайын туыс, дос-жарандар қажет болады. Солармен қарым-қатынас жасайды. Өзгені қуанту арқылы сауапқа кенелудің жолдары өте көп. Тарқатып айтар болсақ, төмендегідей. Бірінші, ол сыйлық беру. Сый-сияпат жасау адамның көңілін көтеріп, ерекше сезімге жетелейді. Сыйлық ол ілтипат. Бір адамның екінші адамға деген шынайы ықылас көрінісі. Сыйлық берудің жүректі жібітіп, оны жұмсататын ерекше қасиеті бар. Қайнаған ашу ызаны сейілтіп, орнына сүйіспеншілік сезімін оятатын ерекше күшке ие. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын хадисінде, сыйлық алмасыңдар, бір-бірлеріңе деген махаббаттарың артады деген. Екіншісі, жақсы
сөз сөйлеу. Тіл адам баласының қарым-қатынас құралы. Бір ауызбен өзгенің көңілінен шығып, жүрегінен орын табуға болады, немесе бір ауыз сөзбен ренжітіп, көңілін қалдыруға болады. Ибрахим сүресінің 24-26 аяттарында Алла тағала былай баян етеді: жақсы сөзді Алланың қандай мысалымен түсіргендерін көрдің бе? Жақсы сөз бейне бір тамыры жерге терең тартқан, бұтақтары көкке жеткен мәуелі ағаш сияқты. Ол ағаш Раббысының рұқсатымен үнемі жеміс береді. Алла тағала адамдардың ойланып, ғибарат алсын деп осындай мысалдар келтіреді. Ал жаман сөз бейне жерден түп тамырымен қопарылған тамыр тартып, өз діңінде тұра алмаған жаман ағаш іспетті. Үшіншісі, қонаққа шақыру. Ағайын туыстың арасының алшақтау себебінің бірі, дастархан жайып, құрметті қонақтардың арасында болмаса, ат құйрығын кесіп, араз болады. Пендешілікпен мені қонаққа шақырмады деген өкпе наздары болады. Ал арнайы дастархан жайып, құрметті қонағы қылып, төрге шығарсаңыз, риза болып, марқайып, жадырап қуанып қалатыны белгілі. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын хадисінде, кім Аллаға және ақырет күніне иман келтірген мұсылман болса, қонағын құрметтесін деген. Құрметті тыңдарман қауым, осы тақырыпқа байланысты пікірлеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар.